Шаршатты, қанша уақыт күтуіміз керек? Сәл сабырсақ та, Бихан. Лю Каңның істері бастан асып жатыр. Егер әкеміз осында болғанда, ол бізге шағымдана бермей күтіңдер деп айтушы еді. Бірақ ол енді жоқ. Қазір басты шебер, мына менмін. Оның үйреткендері олмен бірге кеткен жоқ. Ол бізге жол көрсетеді. Жол көрсетеді, иә, бірақ шектеу жоқ. Дәстүрімізден бас тартуға болмайды. Өз орныңды біл, Томаш. Сені әкеміз қабылдады, және біздің қатарымызға қосты. Бірақ та сенің қаныңда ешқашан Лин Куэй болмайды. Лорд Лю Кang сіздерді шақырып жатыр. Ақыры уақыт келді. Шан Цзунг осында, Ин сарайының қирандыларында. Ол қазірдің өзінде жанрлаушының құрылысын бастады. Олар жер патшалығына кесірін тигізбестен бұрын, олардың жанрлаушысын сындырып, Шан Цзунгды ұстауларын керек. Біз жылдам аттанамыз. Біз сендермен барамыз. Сендер Лин Куэй емессіңдер. Бізге тек кедергі жасайсыңдар. Райдан екеуміздің қолымыздан бізге солай үйретті. Бізбен бірігіп шайқасуды үйрену үшін жылдар керек. Райдан екеулерің күштеріңе мен сенемін, бірақ сендердің күштерің басқа жақта керек болады. Вушиға барыңдар. Монахтар сендерді соғысқа дайындайды. Қабырғаға өрмелеуге тура келеді. Ісімізді бастамай тұрып, алдымен сенімді орын тауып алу керек. Ақыры біз өзімізге лайықты қарсыласты таптық. Біздің жеңіс, біздің дәрежені көтереді. Қайдағы дәреже? Біз қарызымызды өтеу үшін шайқасудамыз. Саған әкеміздің рухы кіріп кеткен бе? Мен оның дауысын естіп жатырмын. Біз оның көзқарасын құрметтеуіміз керек, Бихан. Керісінше, оған жетіспегені көзқарас. Ол Лин Куэйдің ғажайыптылығын байқамады. Лин Куэй жер патшалығын қорғауға келісті. Бірақ та оны біз басқаруымыз керек еді. Біздің ру басқармайды, ол қызмет етеді. Бұл біздің өткен өміріміз. Болашағымыз бұндай болмау керек. Бала кезінде сендердің шайқастарың жайлы естіп едім. Бірақ та бұны жай ертегі деп ойладым. Жер адамдарының бәрі жақында Ветернус руы жайлы білетін болады. Менің руым аш жатыр, тамақтануға осы жерге келеді. Өкінішке орай бүгін сен тамақтанбайсың. Бұл не өзі? Бізге қамалды қорға деп бұйрық берілді. Ешқайсың кетпейсіңдер. Сен Куан Чидің жаратылысысың. Лю Кang сен жайлы айтқан болатын. Мен қара сиқырмен шайқасамын деп үміттеніп едім. Бұл қатты қорқынышты емес болды. Екеуің амансыңдар ма? Иә, бауырым. Керемет. Қимылдамағалы жылдар өтті. Қайтадан шайқасқа келгеніме қуаныштымын. Мен тапсырманы орындап болғаннан кейін қуанамын.
Абайлап жұмыс жасаңдар. Қателік жасауға бізде уақыт жоқ. Еңбектенуді жалғастыра беріңдер. Мен қалған бассейндердің құрылысын тексеріп келемін. Бұл Куан Чи. Люкаң айтқан екінші сиқыршы. Куайлян екеуміз оны ұстаймыз. Ал сен осында қал. Оларға жан ұрлаушыны қосуға мүмкіндік берме. Бұл соғыста бізде жүлделер болады. Кәне, алдымен жеңіп алайық, бауырым. Куан Чи, жан ұрлаушы, уақытында дайын болады ма? Иә. Біздің ханымымыздың көрсеткен бағыты пайдасы тиіп жатыр. Егер мынаны сындырсақ, құрылыстарына кедергі етеміз. Келісемін. Лин Куэй, біз сендерді асыға күттік. Саған жеңілісті күт деп те айтқан болар. Сендер міндетті түрде жеңілесіңдер. Сенің жеңілісің айдан анық болды. Шайқасудың керек жоқ деп ойлаймын. Себебі сен менің ұсынысымнан бас тартпайсың. Сенің көтіңді айыруға бас тартпаймын. Қалғандары қызықтырмайды. Мен сені мықты қарсылас болады деп үміттенгенмін. Бәлкім енді менің ұсынысымды тыңдайсыңдар. Сенің ұсынысың маған маңызды деп кім айтты? Біз бір-бірімізді білмейміз де. Сенің Люкаңның қоластынан шыққың келіп жүргенін мен білемін. Руың үшін сен үлкен билікті қалайсың. Мен осығанда, анағанда көмектесе аламын. Оны тыңдама, бауырым. Ол саған жамандықты ұсынып тұр. Ұлы шебер. Сен өзіңе сұрақ қойып жатқаныңа мен сенімдімін. Мұны алғаш көрген адамға сенуге бола ма деп. Бірақ сен өзіңе мына сұрақты қоюың керек. Оған сенбеуге бола ма деп.
Сен бұдан да үлкен нәрсеге лайықсың. Патшалардың арасында өмір сүруің керек, крестьяндардың арасында емес. Сені өте мықты күшке жете алады деп қорыққандар. Сен туылмай тұрып, саған қарсы қастандықтар жасады. Мен сенің құтқарушыңмын, Шанзун. Егерде маған қосылсаң, әлем сенің аяғыңның астында болады. Сен кімсің? Бұл мүмкін емес. Менің әлеміміз сенің руыңның көп нәрселері ұқсайды. Екеуміз де Люкаңның бізге деген қысымын байқаймыз. Сыртқы әлем жер патшалығын басқаратын кезде, сен Лин Куэй мен жер патшалығына не істегің келеді? Өзің білетін боласың. Бихан, оны тыңдама. Біз оларды тоқтатуымыз керек. Аузыңды жап, Куайлян. Бірақ бауырым, ұлы шебердің айтқанын тыңда. Сен соғысты жеңе аласың ба? Жанрлаушы мықты болғанмен, олардың саны өте аз. Сен солай ойлайсың, бірақ та олардың негізгі мақсатын білмейсің. Түсіндіріп бер. Императрин бұл бекіністі жер патшалығының тарихындағы ең үлкен дүрбелең кезінде салған. Жан-жақтың бәрі жау болатын. Өзінің империясын қорғап қалу үшін ол ұлы армия салды. Екінші армияны ол өлгеннен кейін қорғасын деп салды. Бұл императриннің Айдахар армиясы. Таңғалдырады. Бірақ бұның тарих сабағына қандай қатысы бар? Бұл ескерткішті императордың ұлы сарай сиқыршылары жасап, ары қарай дамытқан. Олар жан фрагменттермен басқарылады. Егер оларды тірілтсек, олар шаршаусыз, аяушылықсыз және кінәсіз шайқасатын болады. Бізге қосыл, сол кезде өзіңнің басқаруыңа көптеген әскерлерді ала аласың. Жер патшалығында Лин Куэйге қарсы тұра алатын адамдар жоқтың қасы. Бихан! Сен қалайша бұлай істедің? Бұны көрген әкем қабірде мазасыздануда. Ол ескіріп қалған ақымақ шал. Ол өлер алдында бізге тапсырма беріп кетті. Мен дұрыс істеппін. Оған өлуге мүмкіндік берген. Өлуге мүмкіндік берген? Сен оны құтқаруға тырыстым деп айттың ғой. Мен сені алдадым. Себебі сен қазірдің өзінде шындықты қабылдай алмай тұрсың. Әкеміз Лин Куэйді әлсіретті. Енді біз оны асқақтататын боламыз. Ол неткен мазасыз еді. Сен көпіре бересің бе, немесе көмектесесің бе? Бұл жер адамының көзін құрту керек. Ешқайсың көзімді құрта алмайсыңдар. Куайлянға қашуға жол бермеңдер.
Мә, Скорпион, красавчик, прям риза болдым. Бәрібірде, алтынның тазалығы маңызды. Қоспалар тиімділікке әсер етеді. Кеменің корпусындағы өсінділер сияқты, олар оны тежейді, жылдамдықты төмендетеді. Түсінікті. Солайша, сен Шанзоның ұсынысынан бас тарттың. Ал ағаңшы, аған келіскен сияқты ғой. Сиқыршы оның берген атын орындамауға көндірді. Ол таңғалдырарлық адам, е? Оның ұсынысын кері қайтару бұл қателік. Қателікті жасаған сен, сыртқы адам. Сен өзі не білдіріп жүрсің? Test your might. Мен әлі тірімін. Мені күйдіргенің үшін жер асты әлемінде мәңгілік отта боласың. Ал ендеше кеттік достар, Скорпионның бір төбелесін көріп жіберейік. Әне, қазір мен мына Хавик дегенді айырып жіберетін боламын. Сіздер ол уақытқа дейін біздің Телеграм арна мен Инстаграм парақшамызға тіркеліп кетіңіздер. Мынау жаңа аузы күйіп қалғаннан кейін қан құсатын болған ба? Сондай бір күші бар. Хавик, Нитара дегендер ол Mortal Kombat 11-ге жаңадан қосылған персонаждар, және Ашра бар, алдындағы бөлімде көргендеріңіздей. Кәз аузынан бір ру бөлтіріп тастаймыз осылай. Беле сал, әйтпесе мен сені толықтай өртеп жіберемін. Айтпақшы достар, егер де арнаға ақшалай қолдау жасағыңыз келсе, описаниеде Каспи номер болатын болады. Сіздер үшін сапасы жақсы микрофон алатын боламын. Бөлінейік, біз оны табуымыз керек. Не жағдай болды? Бихан қайда? Ол бізді сатып кетті. Біз үлкен қауіптеміз. Әкемізге өлуге жол берді, және жер патшалығын тастап кетті. Ол есінен адасайын депті. Биханның ішін наразылық жаулап алғанын білген едім, бірақ ол бұндай іске барады деп ойламадым. Оның бүлінуіне жол бермеу керек. Қандай жағдай болса да, мен сенімен бірге боламын. Үлкен рахмет. Екеуміздің қанымыз бір емес шығар, бірақ та біз нағыз бауырлармыз. Берген анттарың сендер үшін ештеңке білдірмей ме? Екеуің маған бағынуларың керек. Егер де ол Ленкойдың принциптарын бұзбаса ғана, сенің мақсатың үшін біз оларды құрбан етпейміз.
Куалян! Жақындама. Бұл менің шайқасым. Жеткілікті бауырым. Болашақты қабылда. Менің бұған қатысқым келмейді. Сен Лин Куайдың барлық абыройын төктің. Енді сен мен үшін ұлы шебер емессің. Сен не істеп жатырсың? Егер басқаларға ол туралы айтып берсек, сен ұлы шебер боласың. Ал Сайрекс пен Секторшы. Олар Биханға адал қызмет етеді. Олар менің артынан ергенше Биханға қосылып кететініне сенімдімін. Бізге жаңа жол табуымыз керек. Әкеміздің ерік жігерін орындайтын және жер патшалығын қорғайтын. Маған көмектес. Оны бұл жерде қалдырсақ, Шанзунға көмектеседі. Бұл сенің қолыңнан қалай келді, сиқыршы? Сен дәл уақытында келдің, Герас. Жаңадан бір нәрсе білдің бе? Шанзун мен оның ханымының алғашқы кездесулерін дұрыстап зерттедім. Және де мен бір нәрсені таптым. Оның өмір мәні, оны құрайтын уақыт кристалдары. Және ол осы уақыт сызығынан емес. Бұл әлем сызығы емес? Сонда ол алдыңғы тарихтан осы әлемге қалай түскен? Бұл мүмкін емес. Бұл мүмкін емес болса, онда бұл қалай болды, Герас? Бұрынғылардан басқа уақыт сызықтары жоқ. Бұның бәрін ойға салсақ, біздің уақыт сызығымыздан басқа тағы да уақыт сызығы бар екенін дәлелдейді. Сонда дәл қазір екі уақыт сызығы бірдей тіршіліктерін жалғастырып жатыр ма? Миллиард жыл өмір сүрсем де, бұндайды көрмеппін. Бірақ бұл екінші уақыт сызығын шындыққа айналдырмайды. Менің күмәнім жоқ. Шанзунның ханымы сол жерден келген. Кім ол? Не үшін келді? Және қайдан келді? Біз бұл сұрақтардың жауабын табуымыз керек. Бірақ бізге шабуыл жасап жатқан кезде біз бұны біле алмаймыз. Мен Синделге барамын. Мен оны жер патшалығынан шегінуге көндіремін. Және тарихта біреу басқарып отырғанын көрсетемін. Олай істейтін болсаңыз, сіз құм сағатының басқарушысы болғаныңызды айтуыңыз керек. Менде басқа амал жоқ. Менің сөздерім шын екенін дәлелдеу үшін маған сенің көмегің керек, Герас. Үйіңізге қайтыңыз, лорд Лю Кэнг. Маған ешкімді кіргізбе деп бұйрық берді. Маған патшайымды көру керек. Ол жер патшалығына жасайтын шабуылын тоқтатуы керек. Мен де оның ойымен келіспеймін. Бірақ та ол мені тыңдамайды. Сізбен де сөйлескісі келетініне күмәнім бар. Патшайымды алдады. Шанзун мен генерал Шау оның тағын алу үшін әдейі бұны ұйымдастырды. Генерал Шау? Мен оның шынайы ойын жасырып жүргенін сезген едім. Бірақ Шанзунмен бірлесті? Мен оған сенбеу керек екенін біліп едім. Егер де мен Умгади болып қала бергенде, ол патшайыммен бірге бір ауаны демалмайтын еді. Менің адамдар маған айтып еді, ол айдаладан пайда болып, бірден патшайымның назарын өзіне аудартты деп. Ол Милана ханшайымның ауруын емдеп, оның сеніміне кіріп алды. Милана Таркат ауруынан қиналып жүр. Таркат? Патшайым бұған қатты ашуланып жатқан болу керек. Егер Шанзун оның емін тапса, патшайым оны қабылдағаны таңғалдырарлық емес. Мен бұл жайлы ешкімге айтпағанмын. Сен де бұны құпияда ұстайсың деп үміттенемін. Әрине. Егер бұл жайлы білетін болса, патшайымның әулеті құрыйды. Лимей, сендел патшайымға біздің көмегіміз керек. Сен менімен барасың ба? Патша Джераттың өлімі. Сендел патшайымға қатты ауыртпалық сыйлады, және ол ауыртпалық мені әлі күнге дейін аңдып келеді. Мен бір рет патша отбасысының үмітін ақтамадым. Бұл қателікті енді қайталамаймын.
Бәрі енді ұқсап келеді. Менің Умгади арасындағы адамдарым, генералдың сарбаздары олардың істерінен морындарын сұғып жүр деп айтқан болатын. Бірақ сонда да, бұған сенелар емеспін. Генерал Шау бізді сатып кетті. Бұл Шаңзун отырғызған улы тұқымының жемісі. Ол генералдың басынан алдырды. Оның миына керек емес нәрселерді құйып оны көндірді. Және оған сыртқы әлемді қорғаймын деп уәде берді. Бәлкім оны тоқтату мүмкін емес. Умгадидің саны аз, ал менің әскерлерім соғысқа дайындалмады. Есіңде сақта, патшайымды қорғауға мен де көмектесемін. Жүргізуші, не болып қалды? Сенің көмегің дәл қазір керек сияқты. Люкаңды порталға қайта парттаста, Ли Мэй. Сырт әлем оны көргісі келмейді. Мен генералды қолдамаймын, Рейко. Оның ойы тек тақты басып алу. Онда сен ол уақытқа дейін өмір сүрмейсің. Бізді қоршап алды. Ли Мэй, мен жер патшалығының қорғаушысымын. Мен шайқа саламын. Онда бұл жерден шығайық. Сен күзетші емес, оданша солдаттардың қатарына қосылуың керек еді. Умгадидің күші бізге іске асатын еді. Жеткілікті. Маған сатқының мақтауы керек емес. Рейко, сені және әріптестеріңді жаза күтіп тұр. Біздің кетуіміз керек. Оларға жақын уақытта көмек келеді. Оның келгені туралы жаңалықтар жайылып кетті. Беле салыңдар, сол кезде қиналмайсыңдар. Бізді өткізіп жібер, Таня. Патшайым отбасына қауіп төніп тұр. Ол бізге хабар әкелді. Генерал Шау мен Шанзун бірігіп төңкеріс жасамақшы. Генерал Шау? Сен сонда оның өтірігіне сеніп қалдың ба? Патшайымның үйін қорғай алмайтыныңды сен тағы да дәлелдейсің. Мені кешір, бірақ ашуыма тидің. Діни қызметкерлер. Сендер мені білесіңдер. Және сендердің қатарларында болған кездегі істерімді де білесіңдер. Бәлкім, сендердің қатарларында маған орын жоқ шығар. Бірақ та менің жүрегім мәңгілік Умгади болып қалады. Мен ешқашанда өзімнің берген антымды ұмытпаймын. Ол патшайымды құтқаруға келді. Егер бізге қарсы тұрсаңдар, патшайым тағынан айырылады. Бізге қосылсаңдар, патшалықты қорғап қаламыз. Сен не үшін мені өлтірмедің? Себебі мен саған зұлымдықты қаламаймын. Және сенің тірі екенің патшайымға бәрін дәлелдейді. Қалай ғана дәтің барды, Ли Мэй. Джеродты өлтіруге мүмкіндік бергенің аздай. Енді Люканға менде қалған нәрсең бәрін жойға мүмкіндік бересің бе? Сіздің күйеуіңіздің өлімі менің жүрегімді жаралады. Патшадан айырылып қалғаным қоймай, мен өзімнің жақын құрбымнан айырылып қалдым. Сіз мені ешқашан кешірмейтініңізді білемін. Бірақ та, өкпемен ашуға салынып, шындықты көрмей қалмаңыз. Біз сізге көмектесуге келдік. Жоқ, қызым, сен аурусың.
Сенің сатып кеткенің мені таңғалдырды, Лимей. Сен қалайша жер адамымен бізге қарсы тұрасың? Мен сіздің отбасыңыз үшін қызмет етемін. Және бүкіл сыртқы әлемге. Сәлде болсын ойланыңыз, сол кезде бәрін түсінесіз. Fight! Ақылға салыңыз, ханшайым. Жоқ, Мелина, мен тыйым саламын. Менің істеуім керек. Егер де мен тақ үшін тәуекел етпесем, таққа лайық емеспін. Осы әдістерді сізге үйреткенім есімде, ханшайым. Ол кезде бала болатынсыз. Бұның бәрі бұрын болған. Ал қазір бәрі өзгерді. Сіздерге деген адалдығым әлі өзгерген жоқ. Маған сеніңіз. Сол кезде сенгендей. Өтінемін, ханшайым, мені тыңдаңыз. Біз шайқаспауымыз керек. Мелина! Кешірім өтінемін, ханшайым. Бірақ сіз өзіңізге және басқаларға кесіріңізді тигізе алмайсыз. Fight! Таркат, біздің бәрімізді құрбан етеді. Құдайға шүкір. Рахмет, мен сенің алдыңда қарыздармын. Жоқ, патшайым. Достардың арасында қарыз болмайды. О да бәрі дұрыс болғанына, және кекілжіңді шешкенімізге мен қуаныштымын. Сәл кідіре тұр. Мен Лимейге сенемін. Бірақ саған сенемін бе жоқ па, мен әлі сенімде емеспін. Мен тек бейбітшілікті қалаймын, ұлы мәртебелім. Осы себептен менің патшалығыма өз адамдарыңды жібердің бе? Маған ұзақ уақыттан бері ескертіп жүрген, сендер менің жауым болып шықтыңдар. Сіздің ашуыңызды түсініп тұрмын. Бірақ та менде себеп болды. Шан Цзунг екі әлемге де қауіп төндіреді деген. Мен мәселенің анық-қанығын білмейінше, сізді мазаламайын деп ойладым. Ал қазірше, күмәнім рас болып шықты. Шан Цзунг, Quan Chi және генерал біздің әлемімізді басып алғысы келеді. Бұл үлкен мәселе. Сенің дәлелің бар ма? Шан Цзунгның лабораториясында. Егер сол жерден көргеніңіз сізді сендірмесе, онда мен жер патшалығын соғыссыз сізге бере саламын. Осылайша 5-ші бөлім аяқталады. Келесі бөлімде көріскенше қош сау болыңыздар.